Көмір қышқыл газы. Сіз оны көре де алмайсыз, иіске де алмайсыз. Бірақ іс жүзінде оның бәрі біздің айналамызда. Көмір қышқыл газы әлемдегі климаттың өзгеруінің негізі. 7-ші сыныптағы химия курсына қайта оралайық. CO2 3 элементтен бір көміртек және 2 оттегінен тұратын газ. Жануарлар оттегімен тыныс алады және көмір қышқыл газын шығарады. Әйнек ретінде әрекет ете отырып, CO2 біздің планетамыздағы температураны реттеуге көмектеседі және күн жылуының бір бөлігін жер атмосферасында ұстайды. Бұл жақсы, өйткені онсыз планетада өмір сүру үшін тым суық болар еді. Адамның іс-әрекеті әсіресе соңғы 50 жылда атмосферадағы CO2 мөлшерінің көбеюіне әкелді. Күннің тым көп жылуы қалып, біздің планетамыз жылына түсті. Сонымен барлық қосымша CO2 қайдан келеді? Зауыттар, автомобильдер, ұшақтар, ауқымды ауыл шаруашылығы. Олардың барлығы қазба отыны, атап айтқанда мұнай, көмір және газды пайдаланады. Ғалымдар ауадағы CO2 мөлшерін өлшеп шықты. Сонымен индустриалды дәуірдің басынан бастап бұл көрсеткіштер тек өсе түсті. 2020 жылы бұл көрсеткіш миллионға орта есеппен 413,4 бөлікті құрды. Осы кезде барлығы адамзатқа көміртекті бейтарап болу керек екенін түсінді. Қасым-Жомарт Тоқаев климаттың өзгеруіне қарсы күресті ортақ іс деп атады. Мысалы, Қазақстан жылына 7 миллион тоннаға дейін бидай экспорттай отырып, азық-түлік бидайы мен ұнның жетекші өндірушілерінің ондығына кіреді. Алайда теріс сценарийді жүзеге асырған кезде 2030 жылға қарай бидай өнімділігі 40%-ға төмендеуі мүмкін. Сонымен 2015 жылы барлық елдер Парижге барды. Олар жарайды, әріптестер, біз температураны 2 градустан төмен ұстауымыз керек деді. Шынында да, біз 1,5 градусқа ұмтыламыз. Бұл индустрияға дейінгі деңгейден де жоғары. Соңғы бірнеше жылда 70-тен астам ел бірінен соң бірі таза нөлдік шығарындыларға қол жеткізуге уәде берді. Бұл келісімге климаттың жылынуына аз үлес қосқан елдер, сонымен бірге осы уақытқа дейін шығарындылар үшін ең үлкен жауапкершілікке ие болған елдерде кіреді. Мысалы, ақш үкіметтің таза нөл бағдарламасы 2050 жылға қарай 500 миллион метрикалық тонна көмір қышқыл газын азайтуды қарастырады. Ірі компаниялар, соның ішінде Strip, Meta, Alphabet, McKinsey, Microsoft, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік жоспарлары арқылы көмір қышқыл газын кетіретін жабдықты сатып алуға міндеттеме алды. Қазақстан Париж келісімін ратификациялаған және 2060 жылға қарай көміртекті бейтараптық стратегиясын қабылдаған аймақтағы бірінші ел болды. Жоспар бойынша 2060 жылға қарай жаңартылатын және баламалы энергия көздерінің үлесі елдің жалпы энергия теңгерімінің 80%-дан астамына жетеді. We remain the first country in the region to have ratified the Paris Agreement and to embrace a carbon neutrality. Бұл стратегиялық мақсат. Оған қол жеткізу жер бетіндегі әрбір экономикаға әсер етеді.